Достар, баршаңызға сәлем. Бүгін сіздермен бірге осындай өте дәмді капкейки жасайтын боламыз. Шынымен де өте дәмді болып шығады. Және де өте бюджетті рецепт, себебі бұл рецептте мүлдем сливки, творожный сыр деген сияқты ингредиенттерді қолданбаймыз. Сондықтан ары қарай көріңіз. Ең алдымен 2 жұмыртқаны ыдысқа салып миксерлейміз. Өйстіп көп пішігенге дейін миксерлейміз. Ең алдымен аз жылдамдықта, одан кейін бірте-бірте көбейтеміз. Өйстіп араластырып тұрып, жұмыртқамыз көпіргенде ақырындап аз-аздан қант қосып бастаймыз. Барлық ингредиенттеріміз 150 граммнан, яғни қант, сұйық май және де сүт 150 граммнан. Ұн 250 граммдай қажет болады, немесе 200 грамм. Және үстіп сүтті және одан кейін майды құйып араластыруды жалғастырамыз. Өте оңай рецепт. Алдын ала пешімізді 180 градусқа қыздырып қоюымыз керек және формаларымызды дайындап қоямыз. Өте тез жасалады, сондықтан пешті алдын ала қыздырамыз. Міне, үстіп араластырып алдық миксермен, одан кейін ұнды қосамыз. Ұнды алдын ала ситадан өткізіп алдым, солай істеген дұрыс. Және де разрыхлитель қосамыз, яғни қопсытқыш. Мен 2 шай қасықтай қостым. Енді осыны тағы да миксермен жақсылап араластырамыз. Одан кейін қалауыңызша ваниль қоссаңыз болады, бірақ бұл міндетті емес. Жай ғана миксермен араластыру ғана қалды. Одан кейін қамырымыз дайын болады. Say what you wanna say to me now. I wanna wake up with you in the morning. Show me there's nothing fake to me now. I wanna wake up with you in the morning. Say what you wanna say to me now. I wanna wake up with you in the morning. Show me there's nothing fake to me now. Не қамырымыз дайын болды. Осындай консистенция болып шығу керек. Кекстеріміз өте нәзік болып шығады, сондықтан сіздерге міндетті түрде жасауға кеңес беремін. Тіпті кремсіз жасасаңыз өте дәмді болып шығады. Міне формаларымды дайындадым. Кез келген формада пісірсеңіз болады. Менде осындай қағаз формалар. Егер сіз силикон немесе қағаз формадан жасалған формочкаларды пісірсеңіз, онда майды жақпайсыз. Ал егер темір формада пісірсеңіз, міндетті түрде май жағу керек. Өйстіп толтырмай, жартысынан кішкене көбірек қылып толтырып шығамыз әр форманы. Міне. Turn this room, turn it to an ocean. Let me float around. Eyes closed, eyes closed. 180 градуста 15-20 минут пісіреміз. Сіздің пешіңізге байланысты. Міне кекстеріміз дайын. Тіпті крем жасамасаңыз болады. Осылай өте дәмді болып шығады. Енді крем жасаймыз. Ол үшін жұмсартылған 200 граммдық сары май. 82-де 5% алсаңыз жөн болады. Міндетті түрде жұмсақ болу керек. Одан кейін сметананы қаймақты үстіп марляға түні бойына қойып қойдым. Және де бірте-бірте осы сары майға сахарная пудра қосатын боламыз, қант ұнтағы. Мөлшерін өзіңіз таңдайсыз, себебі әркімге әртүрлі. Міне үстіп миксерлейміз. Қант ұнтағын бірте-бірте қосатын боламыз. Одан кейін қаймақты бірте-бірте қосып, миксердің аз жылдамдығында үстіп жай ғана араластырамыз. Креміміз өте дәмді болып шығады, және де густой болып шығады.
ешқандай сливкисіз, творожныйсыз, өте бюджетті және өте дәмді крем болып шығады. Міне осындай пышный, дәмді және өте тәтті, күшті болып шығады. Енді ең соңғы процесс. Дайын кекстерімізге кез келген насадкамен үстіп кремді жағып шығамыз. Өте дәмді болып шығады шынымен де. Сондықтан міндетті түрде жасап көріңіз. Осы кремді кез келген түске боясаңыз болады. Міне біздің капкектеріміз дайын болды. Міндетті түрде жасап көріңіз, шынымен де өте күшті болып шығады. Сіздің дастарханыңыздың сәні болатынына сенімдімін.